Ардақта қайын сахна төріне сонау сүлейлердің елінен, дүрлердің елінен, саңылақ сырдың төрінен түрленіп қияға қанат қаққан Астана мен сырдың төрінде арда еміп жүрген асыл ініміз Иранғайып Күзембаевты ортаға шақырам. Иранғайыппен айтысатын Бекарыстың төл шәкірті әрі соңынан ерген бауыры Дәурен Ақсақалов қарсы алыңыздар. Ақтары бөлең менен ойға залын, қыздыруға кеп қалдық той базарын. Хандар жатқан мекенсің, қасиетті жер түгіл жетіп жатқан айғазаның. Түркістан ер түріктің бесігі деп Мағжанда аудармаған жай назарын. Қазақ қортақ тудырып тұлғаларды марғасқа қылдың сипап майда жалын. Ұлыстың ұлы күні төленерді, ұлықтадың ойламай пайда жағын. Түркістан облысы 8 жылда талайды таңғалдырып қойда жарың. Ассалаумағалейкум, амансың ба, берекесі тасыған бай қазағым. Төрт қақпалы Түркістан төріндегі төредей төрттілігі сай қазағым. Айттың соңғы күнінде айтыс жасап, қар өлеңнің қайнатқан тай қазанын сескендіріп тастайтын сесі барды, ойландырып тастайтын есі барды. Түркістаным түрленіп келе жатыр, қала түгіл құлпырып есік алдым. Наурызды айтыспенен бастамасаң, ағайын айтыңдаршы несі мәндім. Бекарыстың елуін тойлайық деп мәдениет әкімдіктен шешім алдым. Ақынын өлгеннен соң құрметтеуші Түркістан тірісінде есін алды. Ұлыстың ұлы күні тойлап жатса, ұл ақын болмағанда несі қалды? Бекарыстың келгенде ауылына, адегеннен тап болдым бауырына. Өзімде сәл түсінбей тұрғаным-ай, жолымның жеңіліме ауырыма. Айтыстың заңы менен ал ендеше, дәурендей бұрылайын дәуіліңа. Қауқарыңды көрсеткін қарсыласқа, жауқарыңды төгерсің қауымыңа. Дәуреніңде жүйріктің бірі болды, қамшы тиіп көрмеген сауырына. Жағамызға шығарсың жармаспайтын, ағаңыздың келді қой сауығына. Қанша мақым бұл жаққа ұшып келді, талайының таңдайы қышып келді. 90-шы жылдардың бас жағында айтысқа Бекарыстай қысық келді. Қаныбек ұстазынан өнег алып, өлеңі өлместей боп пісіп келді. 35 жыл айтысып, 4 буымен арлан түгіл талады күшіктерді. Бірақ бүгін өзімнің тойым ғой деп, төрде көрнін дәуренге түсіп берді. Мен үшін бас ауырып отбаса да, сен үшін білем тақым қысып келді. Одан бірақ ештеңе өзгерген жоқ, қысық кетсе орнына пысық келді. Ақырған арыстанның орнына мияулап миды ашытып мышық келді. Сақтанып сауысқандай сағыштың ба, арманын ағаңыздың абыштың ба. Беделін Бекарыстың пайдаланып, белден басып айтысқа қатыстың ба. Иранмен айтысам деп сұрағанда, Израилдей келді ме атысқыңда.
сенбейтін нәрселерді көзбен көрдік. Бұл күнде шығыстың да батыстың да Иранды жеңу саған оңай болмас. Сен осы саясаттан шатыстың ба? Бас көзсіз соғысам деп Иран менен не болғанын көрдің ғой. Ақштың да ей Қонақтың құты неге қашып отыр? Миымда ашыттың деп шошып отыр. Мен әлі аузымды ашқам жоқ қой, сенің миың не үшін ашып отыр? Ай, Иреке, Иранғайып, сен осы қатырасың, әдетіңше бас көзсіз атыласың. Басталмай жатып миым ашыды деп басыңа неге бәле шақырасың? Астанадан келдің ғой айтыс үшін, енді несін өкініп опынасың? Барымен базар қылып амалың жоқ, баяғы бәдігіңді сапырасың. Енді менің жанымда жарты сағат миың ағып кетсе де отырасың. Айқай-ау, ай-ай. Тарихы таңғажайып том-том өткен, Құдайым бұл қаланы көркем еткен. Түркінің бар баласы бас қоссын деп төрін біреу қақпасын төртеу еткен. Түркістан ер түріктің бесігі деп, Түркістан екі дүние есігі деп мағжандар жырламап беді ертеректен. Дерегі бұл қаланың тым әрі де келеді бірге жасап өркениетпен. Қасиетіңді қадірлеп тірісінді, ясауи топырағыңды жер төлеткен. Сүйегі асылдардың сенде жатыр, ерім деп әлі күнге елтәу еткен. Міне сол Түркістаным той бастады, дүрмегі дүйім жұртты ентелеткен. Себебі Бекарыстай белді ақыны елуге толып жатыр ерте көктем. Ақынын ардақ тұтып жылдың басын, жырменен бастады елім сол себептен. Жүздері жарқын жұртым армысыздар, жанына жақсылықты желкен еткен. Ендеше тойларыңыз құтты болсын, өлеңді қадірлейтін өлкеде өткен. Елімнен айналайын еміреніп, елудегі баласын еркелеткен. Айқай-ау, ай-ай. Жаңа бет ашылғандай дәптеріңнен, жаңа леп шашылғандай көктеміңнен. Президент қонақ боп өзі келіп, мейрамды бірге тойлап кетті еліммен. Ұлыстың ұлы күні Наурызда ұлыңа орын бердің қақ төріңнен. Біздің нағыз жаңа жыл осы күн ғой, қазаннан асып тасып ақ төгілген. Жер шары жаңа жыл деп желтоқсанды тойлай берсін шампанмен шат көңілмен. Біз үшін желтоқсанның 31-і 26 жылдан бері жат көрінген. Себебі 20 жасар ербек затым 20 ғасырды жапты өліммен. Ол кезде Түркістанға 1500 жыл, ол кезде тура 7 жас дедім мен. Екі рет көріп едім ербек заттың Түркістанға оралған сәттерін мен. Бірінші рет келді ол көк байрақпен, екінші рет оралды ақ кебінмен. Бекзатты ел боп тосқан солдан қылға бұл күндері Бекзат деп ат берілген. Құдайдың әр ісіне шүкір дейміз, сабырмен мұсылманға бақ берілген. Жаратқан жылатпенді бұл жұртымды, қосылға махаббаты қақ бөлінген. Батырдың даңғылында басын қосып, ақынын құрметтеген ақ көңілмен. Айқай-ау, ай-ай. Ал Бекеңмен туған күнде беттестіңіз, сөзіңізден аңғардық ниеттесті біз. Жаңағы тұжырымың тамаша екен, келдіме шешендермен шептескіңіз. Ұлыс күні тойласа туған күнін, ұлақын болғаны деп шорт кестіңіз. Туған күнін ақпанда тойлақ қойған жүкеңді қандай ақын деп шештіңіз.
аузынан 42 әріп ұшып, жанымда біреу отыр жаны бысып, арыстанның тойынан қалмайын деп Астанадан келіпті алып ұшып. Әужекең тай қылып ет мысық дейді, екі көзі отырау шағылысып, ағайын анық көріп отырсың ғой, өзің айтшы бұл жерде кәні мысық. Ақш пенен Иранды сөз қыладау, сарайдан ұзамаған сары мысық, қызық қылықтар шығарыптау, 40-тан асып кеткен кәрі мысық. Ай. Байқаймын Иран үшін қамығасың, Ақшты айыпты қып шағынасың. Қазақстан ұстанған жол дұрыс қой, несіне сарапшы боп сабыласың. Шекарадан аспай-ақ қояйықта, ақылың жетпейді ғой ары қашын. Астанадан кеп отқан политолог, Сарыарқадан кеп отқан сары басым. Саясат шиелінің көшесі емес, жаңылыс қадам бассаң жарыласың. Әр басқан қадамыңды аңдамасаң, шаң басқан архивтерден табыласың. Иранда не шаруаң бар, Иран қайып, өздері реттейді ғой шаруасын. Оданда осы тойдың жөнін айтсай, жиналған елдің жаны жадырасын. Өз миың ашыған аз болғандай, жұрттың миын аштып не қыласың? Жарнамасы жаңғыртып сеңгір көкті, бір жаңалық естіліп ел күлепті. Әужекең өз айтқандай Төреғали көшіп кеп Түркістандық ермін депті. Қабылдап облыстың әкімі де Түркістанда көрсетті мол құрметті. Келе салып сол төреш сұхбат беріп, қазақтың бар даласын шолдым депті. Қазақтың бар қаласын желіп жүріп, Түркістанға тым ғашық болдым депті. Жүрегімнің қалауы бұл Түркістан, жүректің айтқанына көндім депті. Тағы бір сыр айтыпты сұхбаттан тыс, жердегі жәннатты енді көрдім депті. Бір жағы Алматының ұшуынан менің де миым ашып келдім депті. Сол төреш тарлан десе тарлан шығар, Түркістанға шын ғашық болған шығар. Бұл күндері түрленген Түркістаным, онсыз да көп адамға арман шығар. Ақмағыл емес қой Төреғали, бұл жаққа көшуінде мән бар шығар. Саған донша Астана жақпай жүрау, бораннан біраз жерің тоңған шығар. Арман қуып кетіп ең Астанаға, қуып қанатың талған шығар. Ал егер Түркістанға көшіп келсең, сол арманның барлығы алдан шығар. Осы жағын ойланып көрсейші, бір ойланатын уақытың болған шығар. Денеңнің жартысындай ана баста, ашымаған миыңнан сәл бар шығар. Төрештің миындай ми болмаса да, тауықтың миындай ми қалған шығар. Әңмен айтады ұл адамдай, ақылы жоқ еді ғой бірақ ондай. Тауықтың миындай ми бар ма дейді, өзіңде бар нәрсені сұрағандай. Сүрленген Түркістанның сүретіндей, сөзіңнен дым таппадым ілетіндей. Төреш көшіп келгені Түркістанға, жаңалық бедел құлақ түретіндей. Қайда көшіп бармады ол бауырым, айтасың бес саусақтай білетіндей. Сен қандай сенімменен айтып тұрсың, қалған мұнда ғұмырын сүретіндей. Түркістан жер жәннаты деп отырсың, ол шындық әңгіме емес күлетіндей. Ол сонда не бітірді деп ойлайсың, жұмаққа бірден келіп кіретіндей.
үлгі қылар адамды тапқан екен, үндемесем төбемен мінетіндей, Иран қайып атым мен негін туды, төреш жүрген жол менен жүретіндей, ай. Тәтті өлеңді таңдайға татырсаңыз, қар өлеңнің қымызын сапырсаңыз, мысық деп айтпас едім мына сені, арыстан аған құсап атылсаңыз. Қалай шақырдың Түркістанға, болмас бет басқалай тіс батырсаңыз. Көшпек түгіл бұл жаққа келмей кетер, қонақтың басын бұлай қатырсаңыз. Қожа Ахмет Яссауи арыстан бап, адамзатқа болма пет ақыл шабыз. Жеріңде 21 хан дамыл тапқан, жаныңа медеу болған ақырсаңыз. Бекзат Саттарханыңды айтпадың ба, шақыруға жан таппай қапылсаңыз. Сонда көшіп келуім мүмкін еді, ағаңды аттай қалап отырсаңыз. Әнші көшіп келді деп емес бірақ, әулелер жатқан жер деп шақырсаңыз, ай. Таз болмайды деуші еді тегін адам, бірақ басың жетпейді сенің оған. Ақпанда туған жандар кім болады деп, ақымақ меңзеп отсың нені маған. Ақпанда дүркіретіп 75-ке Ермановтай келді ғой Ермаман. Ол кісі болды халық жазушысы, қолпаштап қол соғады елім оған. Ұлыстың ұлы күні тойын тойлап, ұл адам болды дебем сенің ағаң. Ағаңды ұл ақынға айналдырған, ұлылардың ұлысы менің ағам, ай. Саясат айтпайық деп сасқаның ба, бұл сенің ақиқаттан қашқаның ба. Бегарыс ағаң айтқан бұл саясат, сен оны керек қылмай тастадың ба. Әлемнің тыныштығы керек бізге, туың тік тұру үшін аспаныңда. Ал сен болсаң саясат айтпайық деп, өзгеріп шыға келдің қасқағымда. Саясатқа соншалық бармайтындай кімдердің жүредің сен мәсхабында. Фейсбукта өз сынаушың басшыларды, бұлар сай келмейді деп басқаруға. Енді келіп момақан боп қалыпсың, інім саған болмайды жасқануға. Қызметке қызығып жүрсің бәлде, орда бұзар 30-дан асқаныңда. Үндемей отқаныңа қарағанда, креслоға құмарта бастадың ба. Саясат айтпайықшы дегеніңнің, саясат бар сияқты астарында, ай. Деймісің мысал қылма төрешті ғой. Иран қайып ескегін кересті ғой. Мен үшін Төреғали кім бопты деп табанда айдарынан желесті ғой. Не болды жерлесіңді жерге тығып, ол дос елдің перзенті боп өсті ғой. Шақырсаң әулиелерді мысал қыл деп, бір аталап баптармен теңесті ғой. Мынаған салсаң егер, сап-сары боп қызыл кілем үстімен кемекші ғой. Келгенше бүйтіп отыр келіп жатса, өлгенше миымызды жемекші ғой. Өлсе де хан мен биден қай жерім кем, кесенеге қойыңдар демекші ғой. Айқай-ақау.
Бұл Түркістан кенде емес дәріптеуден, бағасын бұл қаланың тарих берген. Сен болсаң мұрыныңды шүйресің, асалмай ирандар мен тәліптерден. Ирошсыз да осынау Түркістанның айбына асқан қанша даңқтермен. Бір мысалда айтайын мен өзіңе, тарихта қалған алтын әріптермен. Білесің қаз дауысты Қазыбекті, өмірі өнегемен әтіптелген. Сол бабамыз дүниеден өтерінде жанына жинап алып халық терген. Денемді Түркістанға жерлеңдер деп артына аманатын анық берген. Қара күзде қайтыс боп сүйекшілер шығуға қалың қардан қауіптенген. Қар еріп көктем шыққан кезде ғана сапарға аттаныпты алып керуен. Міне солай арқаның даласынан арулап ақ киізбен алып келген. Сол кісі кесенеде жатыр қазір, орын алып мәңгілік мамық төрден. Сен жаман келмеймін деп шіренесің, кім өз саған мұндай бақыт берген. Қайран біздің кешегі бабалар-ай, қасиетін Түркістанның танып келген. Сүйегім сүйген жерде жерленсін деп, өлсе де осы жерді тауып келген. Айғай-ай, ақындардың ішінде ең данагөй, ағайын Ирош деген ер ғана ғой. Саясатты айтпайық деген жоқпын, қанша болса соншалық толғана ғой. Ақшты айтып қайтеміз дедім саған, сондағы бар айтқаным сол ғана ғой. Әлеуметтік желіде жазып жүрсем, осы елдің ішіндегі шерін ала ғой. Басшың не партияда жоқпын тіпті, содан арғы жағын аңғара ғой. Айта бер ақшыңды, ираныңды, ол аз десең одан да әрі бара ғой. Біздің оған жетпейді біліміміз, біздік осы елменен жер ғана ғой. Ойбай-ау, бізге сендей болу қайда, дәурендер ауылдағы қол бала ғой. Әлемдік деңгейдегі саясаткер Серікжан Біләшпенен сен ғана ғой. Айқай-ау, ай-ай. Ілтипатты көрсетсем інеді деп, інілер төбемізге мінеді кеп. Серікжан сатқын менен салыстырма, ол адамның білеміз білері жоқ. Сырттан болса жүрмейме, өз елінде сүмелек сыртымыздан үреді кеп. Басшылық түгіл жоқпын деп партияда дәуренің аттың басын тіреді кеп. Партияда бауырым болмасаң да адам емес едің ғой, тіреуің жоқ. Бегарыс аманаттың белсендісі, жиналыспен жүреді, жиында жүреді көп. Солағаң сонда саған айтпады ма, ертең ел естіп қалса күледі деп. Мен кейбір отбасыға түсінбеймін, партияда біреуі бар, біреуі жоқ. Кесене деп кеудеңді кересің ау, өтіріңе тек өзің сенесің ау. Кесенеде жатардайым не бітірдім, басқа адам қарастырып көресің ау. Бір ақын жату керек болып жатса, бегарысқа ыңғайлай бересің ау. Қазбек бимен жеткізіп ойын нақты, өлеңін бекер ұзақ қайырмапты. Көшіп келсем қызыл кілем төсе деп жолымызға айтар деп, парасаты жеткенше пайымдапты. Сонан соң кесенеден орын бер деп
ағасын аса қатты уайымдапты. Көшіп келсем тұратын жерімді емес, жататын жерімді де дайындапты. Шындық айтқан тіл үшін, дін үшін де, ақын көрсең ең жақын туысым де, сыр бермей сыр төгіліп отырған мен, пенденің болады ғой мұң ішінде. Мұңсыз мінсіз бекарыс ғана шығар, ағаттық жібермеген бірісінде. Ең мықты ақын кім десе бекең дерем, тұрғызып сұраса да түн ішінде. Жалғыз ақын шығар ол жер бетінде, жеңілмеген 35 жыл ішінде. Демалыссыз айтысып келе жатыр, алмас қылыш атпайды деп қын ішінде. Біз жоқ кезде айтысып жүруші еді, о бекарыс сен әлі тірісің бе? Атқа мінсе қалады қызық болмай, ат басындай алтынмен күмісіңден. Айтыстың шайын ішіп көрмесе де, айтыс үшін барады у ішуге. Атанды арыстан мен кейлер ақын, мейірім болмаған соң дым ішінде. Дәл осылай мақтайым деп ойламаппын, безбүйрек бекарысты тірісінде. Қандай тілек айтайын тектелме, кіл мықтылар жайғасқан тек төріне. Екі адамды айтайын ерекшелеп, қарамайтын ешкімнің қарамаған ешкімнің шекпеніне. Біріншісі бекарыс ағам еді, 50-ші кеп тұрған көктеміне. Бекарысың айтыстың бегі болды. 35 жыл елгеңбек еткеніне. Екіншісі Бекзат Саттарханның 25 жыл болыпты өткеніне. Сейдінейдің төрінде атой салып, көәм өшпестей із қалдырып кеткеніне. Бекзатың да спорттың бегі болды. Көз жіберіп қарасақ өткеніңе. Бектен аты басталған ұлдарыңның ешкім қарсы келмеді беттеріне. Осында ғой баптардың баптары да, осында ғой бектердің бектері де. Түркістан барын берер сен дегенде, сенде тік тұрушы едің мен дегенде. Түркістанда керемет той боп жатыр, армандайтын көргенде, көрмегенде. Әйгілі ақсақалдың немересең, ғашық болған нақыл сөз термөленге. Бекарыс ағаңыздай арыстан бол, жол бермейтін көк атты көлденеңге. Түркістан бар қазақтың бұлағы ғой, сағынышын басатын шөлдегенде. Айтатын ағайынға әппақ, ағайын түркістандық ағайын аман болсын, ет жүрегі езілген ел дегенде. Жақсылары көп болып бұл қаланың, шаманы біздей болсын кем дегенде. Қошемет ардақты ағайын. Отырғам жоқ біреуді күнде үйіктеп, отырғам жоқ біреуді жүнде үйіктеп.
Партияға кірмегем дегеніммен отқам жоқ партияны тілдейік деп. Керсінсе сол жағына қамғып жүрмін. Ол да біздер шығатын бір биік деп. Бекең өзі кейіндеу кірсей деген, кір дегенге күллі әулет кірмейік деп. Бұрын соңды партия көрмегендей, барлығымыз топырлап жүрмейік деп. Айқай ағау, ай. Ол жерде аманаттай ағам да жүр. Бекарыс Ринатпен олар да жүр. Елдің сөзін сөйлейтін шынжайырлар. Партиядан орын алса жаман ба бұл? Халық үнін жеткізіп өкіметке. Олар қазір саяси алаңда жүр. Халық ақын деген халықтың өкілі ғой. Арадағы алтын көпір солар қазір. Сен айтқанда, өзің айтып отқандай ынтымағы. Адыраған елдерде жаман қазір. Халықпен билік болып қақ жарылмай, қанаттасып жүретін заман қазір. Айқай ағау, ай. Айтпай тұрып Бекарыс ағам жайлы, жырлаған жөн болар бір адам жайлы. Шойбекті білгенмен мына халық білмейді-ау Шойбек деген бабам жайлы. Сөз ұстаған жан бопты бабамыз да, есімі Қызылқұмдай даламда игі. Сол кісі неше перзент сүйгенімен, шеттерінен шетіне оңалмайды. Қырыққа келген кезде қызды болып, үміті сонда қайта алаулайды. Әйтсе де ұлдың аты ұл ғой жүргін, ұрпақсыз адам қанат жай алмайды. Елуге келгенімде ертіп жүрер, бір ұлым болмады-ау деп алаңдайды. Жазмышқа көндім деп отырғанда, апамыз жеріктігін хабарлайды. Ат ұстары дүниеге келген бабам, лайықты есіміз деп табалмайды. Осы балам ақсақал болсыншы деп, ақсақал қояйын деп бағамдайды. Бұл есімді ырымдап, бабам солай ырымдап, бұл атауды ақсақал деп атапты міне атамды. Ақсақалы жетіліп жігіт болып, Шойбекте бір күндері құда атанды. Ол базар апам 8 перзент тауып, кенжесі айтыстағы дүр атанды. Сол кенжесі Бекарыс Шойбек қой, азулы ақындардың бір атанды. Атадан жалғыз туған ақсақалдың, алашқа ортақ туған ұл атанды. Айқай ағау, ай. Шежіреден бастасам жырларымды, елге ашпай кімге ашамын сырларымды. Ал бүгін өнердегі әкесі отыр, жүрсін Ерман көкем ғой бұл қадірлі. Елмен бірге той тойлап жүрсіз баға, 50 жасқа толдырып ұлдарыңды. Бар айтыскер жүкеңнің балдарындай, Құдайым ортайтпасын бұл бағыңды. Себебі ақын қылған өз еді ғой, жер-жерден жинап жүріп кілдарынды. Бір кездері топқа да өзі қосқан бозбала Бекарыстай бір дарынды. Айтыстың арыстаны атандырды, арыстанның өтінде туған ұлды. Айтыстың килері деп атақ тақты, ақын үшін атақ қой бұл кәдімгі. Айнымай келе жатқан айтыскер деп, үлгетті Бекарыстан үлгі алуды. Біз бұдан бір нәрсені пайымдаймыз, шындарын шыңдап шықты шындарынды. Бір ақсақал мәпелеп жетілдірсе, бір ақсақал жетелеп тұлға қылды. Айқай ағау, ай. Түркістан рухани астанасың, көнесің бір шетінен жас қаласың. Түркістанның облыс боп гүлденгенін қаншама жылдар арман етті алашым. Осынау 4 қақпалы облысқа әкім қыппыз қазақтың 4 баласын. 4-еуі де тер төгіп қызмет қыпты, халықтың жеткізсем деп баққа басын. Жақында әлеуметтік желілерде блогерлер ештеңе таппағасын. Рейтингін жасапты әкімдердің, сіздер де білерсіздер шет жағасын. Хайып қуған әкімдер қарық бопты, қай күні байқап қалдық хаттамасын.
Елімен өлшенеді ер бағасы, желімен өлшенбейді оттамасын. Бастысы Түркістаным гүлденуде, сол үшін қуанасың, шаттанасың. Айтпақшы әкімі облыстың бетке алып еліміздің бас қаласын. Кемелұлы мырзамен кездесіпті, көрсеңіздер кешегі апта басын. Марапаттап парасат орденімен президент те беріпті нақ бағасын. Ел болып бізде қолдау білдірейік, артық кемшіліктер артта қалсын. Бірлігіміз жарасып біздің қайта, көрген жұрт көз түймесін деп қарасын. Жақсылықпен басталып жылдың басы, жұртыма қызырдарып бақ қарасын. Көшеріп келесіп келе жатқан, көшелі елдің көші тоқтамасын. Айқай-ау, ай-ай. Қошемет. Иранғай бір қайыр болды енді уақыт. Дәурендей інім шынмен зерекпеді, әулетін көрдіңдер ғой өбектеді. Шойбектей бабамды ел білмейді деп, кетті ғой ел алдында елептегі. Елуден асқанында ұл сүйген деп, біздерге жетіп жатыр деректегі. Бегар сенделуге келіп қалдың, осыны інің айту керек педі ау. Қошемет, қошемет ардақты ағайын. Бұл айтысты бастаған бір жағындағы Дәурен Ақсақалов. Түгел 10. Дәуренмен айтысқан Иранғайып Күзембаев. Түгел 10. Енді